Мына 5 сусын бауырыңызды түк қалдырмай тазалайды. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеода біз бауырды тазартатын 5 сусын жайлы айтатын боламыз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Олай болса, кеттік. Бауыр ағза ретінде адамға өте қадірлі. Оған өте жақсы қарауымыз керек. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше болып саналады. Ол біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет-бейнеңіздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, ішкі ағзаларыңыз үшін қам жемесеңіз де болады. Бауыр шлакқа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік билейді. Бойыңызды күйзеліс билеп, мазасызданасыз. Семіздік мазалайды. Тері сұлулығын жоғалтады. Көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды көптеген әдіспен жуып тазалауға болады. Ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Ең алдымен, біріншісі сәбіз шырыны. Бауырды тазартудың ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынынан дайындап ішсеңіз де көмегі орасан зор. Егер сәбіз шырынына саумалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, белок каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырыңызға өте пайдалы. Екінші сусын көктен дайындалған сусын. Көктерге қырыққабат, саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк және де ақ желкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Үшінші сусын көк шай. Егерде сіз бүкіл ағзаңызды улы заттардан тазалап, зат алмасу жұмысын қайта жандандырғыңыз келсе, алысқа қарамай үйіңізде тұрған көк шайды ішіңіз. Ас үйіңіздегі көк шай сіздің бауырыңызға әп-сәтте ем бола алады. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксиданттық заттарға бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауыр жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қансыз шай, яғни қансыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан мүлдем бас тартыңыз. Төртінші сусын куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық куркуманың ұнтағын 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатыңыз. Оған аздап лимон шырынын және чим-чим қара бұрышын араластырып ішіңіз. 5-ші сусын цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай. Цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзірден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттардың көмегімен ұнтақтап жемістерден шырын дайындаңыз. Ең тиімді әрі пайдасы лимон шырыны екенін ескеріңіз. Қызылша шырыны.
бауырдың айнымас досы десек те артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысын жеңілдетіп, артықшылықтан арылтады. Егер қызылша шырынына сәбіз, лимон, зімбір немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы сұлулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және де қырыққабатты көбірек жеңіз. Құрметті достар, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Аман болыңыздар.